саламатсыздар ма оқушылар? Қазір дүниетану сабағы, сабағымыздың тақырыбы Қазақ хандығы қалай құрылды. Енді сенің білетінің Қазақ хандығы туралы, меңгеретінің Қазақ хандығының құрылу себептерімен танысасыңдар. Ең алғаш оқушылар бірінші суретке мұқият қарайық. Суретте не бейнеленген? Суретте Қазақ хандығының картасы бейнеленген. 2015 жылы елбасының шешімімен 555 жылдығы атап өтілді. Өткізудегі басты мақсат бұл жас ұрпаққа қазақ халқының тарихын жеткізу. Бүгінгі сабақта Қазақ хандығы туралы, қашан құрылған туралы білетін боласыңдар. 6 ғасырдай уақыт бұрын Жайық өзені мен Балқаш көлінің арасындағы жерлерде Әбілхайыр ұлысы деген мемлекет болды. Мемлекетті Әбілхайыр хан биледі. Ол халықтан өте көп салық жинады. Әбілхайыр ханның билігіне наразы болған халық дербестік алып, жеке мемлекет құруды көкседі. Керей мен Жәнібек сұлтандар халыққа бас болып, Әбілхайырдан бөлініп, Жетісу өңіріне қарай көшті. Міне, Әбілхайыр ханнан бөліне көшкен халыққа Есенбұға хан Шу мен Талас өзендерінің арасынан жер бөліп берді. Осылайша 1465 жылы Жетісудың батысында Керей мен Жәнібек сұлтандар алғаш рет Қазақ хандығын құрды. Бұл Қазақ хандығын нығайтудағы басты мақсаттар шығыс пен батыс сауда керуен жолы бойындағы Сырдария жағасындағы Сығанақ, Созақ, Отырар, Ясы, қазіргі Түркістан қалаларын Қазақ хандығына қарату, барлық қазақ руларының басын қосып, ортақ аумаққа біріктіру. Халық Керей мен Жәнібекті хан сайлағаннан кейін Керейдің бойында ел басқаруға деген қабілет болса, ал Жәнібектің бойында ақылды да парасатты қабілеті болды. Керей мен Жәнібек Жетісуға қоныс аударғаннан кейін Әбілхайыр ханға дүниеден озуына байланысты Әбілхайыр ханның бір ұлысы Қазақ хандығына өтті. Міне осылайша олар өздерінің аумақтарын кеңейте бастады. Енді оқушылар біраз мәліметтер алдық, енді білімімізді тексеріп көрейік. Керей мен Жәнібек сұлтандар басқарған халық қай ханнан бөлініп шықты? Ойланайық, сосын жауап беріп көріңдер. Дұрыс айтасыңдар, Әбілхайыр ханнан. Енді ойланып, бұлардың дұрыс бұрысын анықтайық. Қайсы дұрыс, қайсы қате? Қандай мағлұматты естідіңіздер? Соған өздеріңіздің дұрыс белгілеріңізді немесе бұрыс десеңіз, бұрыс белгісін қоя қойыңыздар. Тексереміз. 1465 жылы Жетісудың батысында Қазақ хандығы құрылды. Дұрыс. Қазақ сөзі ақылды, дана деген мағынаны білдіреді. Қазақ сөзі еркін, ерікті адам деген мағынаны білдіреді. Әбілхайыр ханнан бөлініп шыққан халыққа Есенбұға хан Шу мен Талас өзендерінің арасынан жер бөліп берді. Дұрыс. Жақсы оқушылар, бүгінгі сабақта Қазақ хандығы туралы білдіңдер және құрылу себептерін түсіндіңдер.